Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізге үндеп отырған себебіміз Түркістан облысында кәсіпкер Қали Сармановқа қарсы өрескел заң бұзушылықтар жалғасын табуда. Кәсібінің үздігі аталған адал тұлға Түркістан облысының құқық қорғау органдарының қудалауынан зардап шегуде. Қылмыстық іс қозғаудың ешқандай негізі жоқ екеніне қарамастан 2020 жылдың қазан айында өңірге белгілі кәсіпкер қамауға алынды. В 2020 году, в октябре месяце, он был задержан и водворен под стражу. На наше ходатайство о том, что он является сам, что в настоящее время вина его не доказана, ни прокуратура, ни суд внимания не обратили. Что само по себе с нашей стороны было воспринято как дело имеет заказной характер. Сондықтан, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, кооператив мүшелерінің және жұмыскерлерінің тарапынан 500-ден аса адам қол қойған петиция сізге жолданды. Петицияда аталған басты талап Сарманов Қалиды босату және тергеу жұмыстарын негізсіз деп тауып, қылмыстық қудалауды тоқтату. Крестьяне выступили в защиту своего коллеги, заявив о его невиновности. В непростой ситуации разбиралась съемочная группа Первого канала «Евразия». Подробности у моего коллеги Даурена Хайригельдина. Все эти люди собрались, чтобы поддержать своего руководителя Қали Сарманова. Осыған қоса, Түркістан облысының кәсіпкерлер палатасының өңірлік кеңес мүшелерінің тарапынан бас прокуратураға бас бостандығын талап етумен петиция жолданған. 2016 жылдың мамыр айында ресми түрде жалған үлескер болып танылған Мәдібекі Боңласының арызы бойынша Сармановқа қатысты қылмыстық іс тіркеледі. Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасарының 2015 жылғы 30 қазанындағы ресми жауабында Мәдібекі кооператив мүшесі болған емес және Қайнар астық өндірістік кооперативі ешқандай қатысы жоқ деп нақты көрсетілген. Аталған арыз бойынша тіркелген қылмыстық іс соңғы 4 жылда көптеген заң бұзушылықтары бар екені анықталып, 4 рет қысқартылған болатын. Осыған қарамастан 2020 жылдың 1 қазанында Сармановты ешқандай жаңа жағдайлар мен дәлелдерсіз қамауға алады. Алдымен қамауға алып, содан соң 16 күннен кейін Түркістан облысының полиция прокуратурасымен бірге ауылға келіп, үгіт насихат өткізіп, арыз беруге шақырған. 17-21 қазан аралығында 174 жәбірленуші ұйымдастырып, олардан 5-30 минут аралығында жауаппен арыз қабылдап, және зардап шеккен адам ретінде танып қаулы шығаруға үлгерген. Мәселен, тергеуші Бейсеев Самат 2020 жылдың 19 қазанында Нартаев Еділханнан 10 минут ішінде 5 парақта жауап алып, арызын қабылдап, зардап шеккен адам ретінде танып, қаулы шығаруға үлгерген. Тергеуші Тулегенов 2020 жылдың 17 қазанында Сәуленбекова Батпадан арызын қабылдап, сол 3 әрекеті 20 минутта жасайды. Хуже того, члены производственного кооператива, признанные потерпевшими, а это 170 человек, были допрошены и у них отобраны заявления спустя месяц после задержания Сарманова по стражу. Хуже того, все следственные действия с данными 170 лицами были произведены в течение 5-20 минут в интервалах. Даже объяснить человеку, разъяснить его права уходит столько времени, несмотря на его методы допроса по времени. Это любой юрист может показать им. Сонымен қатар, олардың көпшілігі ешқашан кооператив мүшелері болған емес, және кооперативпен ешқандай байланысы жоқ. Олар өздері жауаптарында олардың құжаттары жоқ екенін растайды. Олардың арасында өз жерлерін бөліп алғандарда аз емес. Оларға кооперативтен жерін бөліп беру туралы әкімдердің қаулысы да бар. Ең қызығы, олардың барлығы арыздарын өз қолымен жазған жоқ, дайын және бір-біріне ұқсас арыздарға қол қойған. Сонымен қатар, барлық арыздар тергеу басқармасы бастығының орынбасары Малик
Қайбардың атына жазылған. Ол полиция департаментінің бастығы ма? Заңда қандай да бір өзгерістер бар ма? Барлық өтініштер, арыздар біздің білуімізше органның бірінші басшысының атына жазылуы тиіс. Осындай әділетсіз жағдай орын алып жатқан уақытта біздің шынайы кооператив мүшелері наразылығы ұлғайып келеді. Өйткені олар жыл сайын дивиденд ретінде маусымның өнімділігіне байланысты гектарына 100-120 килограмм бидай және кейбір жылдары гектарына 10 сабан престен алып отырды. Бұл жылына 300 тоннадан астам бидай және 30 мың сабан пресс. Егер 2013 жылдан бастап жылына 300 тоннаны негізге ала отырып, жылдар бойынша берілген дивидендтерден ақша жүзінде есептелсе, сомасы 125 миллион теңгеден асады. Сонымен Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 170 бабының 30 тармағында былай делінген. Өздеріне тиесілі құқықты бұған дейін жалға берген шартты жер үлесіне құқық иелері 2005 жылдың 1 қаңтарына дейін бұл құқығын осы кодекс көзделген тәртіппен және шарттарда төменде көрсетілген іс-әрекеттің бірін жасау арқылы іске асыруға міндетті. Тергеушілер жоғарыда көрсетілген заңдарға сүйенбек түгілі, олардың жер үлесінің бар жоғын растайтын бірде-бір құжаты жоқ адамдардан арыз қабылдайды. Осындай жағдай жайлы Агроинфо ақпарат агенттігінде өйстіп жазылған. Если нет документов, на устных основаниях можно и на британский престол претендовать. Сонымен қатар, ең таңғаларлық нәрсе 2020 жылдың 10 қарашасында олар Сармановқа тергеудің аяқталғаны туралы хабарлама берді. Бірақ осы жалған арыз берушілермен бетпе-бет кездестіру өткізбеді. Ең қызығы осында. Түркістан облысының полиция департаменті 2020 жылдың 21 желтоқсанында 37 томдық істі Түркістан облысының прокуратурасына береді. 37 томмен прокурор Бекесанов сол күні танысып, сотқа өз санкциясын береді. Самое вопиющее в этой ситуации тот факт, что уголовное дело поступает в прокуратуру области в 37 томах в 10 утра примерно 21 декабря. Спустя всего пару часов, возможно 3 часа, это уголовное дело уходит в суд. Получается, наши прокуроры 37 томов ознакомились всего за несколько часов. Это даже физически невозможно ознакомиться. Көрдіңіз бе? Жарты күнде прокуратура істі мақұлдады. Неге мұндай асығыс? Түркістан прокуратурасының мақсаты неде? Бұған қалай жол беруге болады? Адам құқығы қайда? Заңнама принципі қайда? Кімнің қызығушылығы? Прокурор немесе полиция? 21 желтоқсан 2020 жылы сот негізінен қарау мәселесі бойынша Түркістан облысы прокуратурасынан жолданған біз немесе Сарман Хали басқа да адвокаттар білместен бұрын сол соттың алдына да барып шеру ұйымдастырған болатын бірнеше азаматтар. Қызықтың бәрі мұнымен бітпейді. Іс сотқа түскен күні Сайрам сотының алдында бірнеше халық жиналып санкцияланбаған митинг өткізеді. Олар Сармановты көпшілік алдында алаяқ қылмыскер деп айыптап, сол митинг видеоға түсіріп, әлеуметтік желілерге таратады. Үйтіп айыптайтындай олар кім? Неліктен полиция оларды жауапқа тартпайды? Ең қызығы, олар істің Сайрам ауданының сотына түскенін сол күні бізден ерте біліп, әдейіге жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырады. Бұл істің арқасында кім тұр? Кім оларға бәрін айтып отыр? Прокурорлар ма? Тергеушілер ме? Жалған іс, дәлелдеме жоқ істе Түркістан облысының полициясы неліктен адамды бірінші бас бостандығынан айырып, ешқандай сұрақсыз іс сотқа жібереді? Неліктен адамдардың құқықтары өрескел бұзылады? Әділдік қайда? Шындық қайда? Сұрақ көп, жауап жоқ.